Йоу, достар, осы видео басталмастан бұрын сіздер мен деген бұл видеода менде сотка қатқан, ешім лагать еткен, сондықтан ренжімесіңдер деген ойдамын. Және осы видеоға 25 лайк жинап тастайық. Сол кезде мен жақында ютуберлерге пародия деген видео түсіремін. Пародия деген видео түсіремін. Сондықтан лайк басып андаға тіркеліп кетеміз. Ал енді мен видеома кеттім, достар. Готе! Достар, сіздер бір күнде маған осында 42 подписчик жинап беріпсіздер. Сізге көп рахмет. Достар, егер сіз менің анама тіркелмесеңіз, осы жазылу деген кнопканы басып кетің. Достар, және де 40 лайк жинап беріпсіздер. Сіздерге көп рахмет. Және де 241 просмотр. Достар, сіздерге огромный рахмет. Ал енді мен видеома кеттім, достар. Готе! Хейоу, бәріңізге сәлем, достар. Сіздермен бірге мен Онтик, достар. Бүгінгі видеода мен деген істикті алдағы планды айтатын боламын. Сондықтан видеоға кеттік, достар. Готе! Сказочный долбоеб. Зачем его только из больницы выпустили? Достар, міне біздің видеомызға да келіп жеттік. Менің алдағы пландарымның бірі ол осы көктемге дейін 300-400 подписчик жинау. Неге десеңіздер, мен көктемде туған күнім болады, яғни сәуірде туған күнім болады. Сондықтан маған подписчик керек, себебі мен ешқандай осы ютубта мықты дамымадым, себебі бұл ютубта даму маған ол кезде қиын болды. Қазір білмеймін, енді қазір көбінесе ақшаның пайдасымен дамитын шығармыз, бірақ ол кезде өз күшімен даму өте қиынға соқты. Сондықтан мен осыны бірінші мақсат етіп отырмын, үшінші мақсатым болып отыр. Достар, енді екінші мақсатыма кеттім, достар. Готе! Достар, менің екінші мақсатым ол сервер ашу, яғни Тинто сияқты мықты сервер ашу. Мысалы, сондай серверлер ашып, бәріміз бірге ойнайтын, және де подписчиктарым ойнайтын сервер ашу. Себебі бәріміз сол серверде ойнап, бәрін бүткіл жасап ойнайтын боламыз, және де қызық болады. Сондықтан менің екінші мақсатым осы сервер ашу керек деп ойлаймын. Себебі сервер ашып кішкене ақша тауып дегендей, соны каналың оформлениесін жұмсап, каналға жұмсау керек. Сондықтан сондай сервер ашу енді алдағы уақытта болады деп ойлаймын. Алла бұйырса болады деп ойлаймын. Енді достар, біз сіздерге үшінші планды айтуға кеттік, достар. Готе! Үшінші, яғни соңғы планым ол ПК алу, компьютер алу. Енді жақында мен компьютер алам деп ойлаймын. Осы жаздарда немесе көктемде ПК алуға тырысамын, яғни ноутбук немесе ПК алуға тырысатын боламын. Сондықтан маған ПК керек, бүткілі ПК-ға көшіп жатыр, Вегастың өзі көшіп кеткен, маған енді ПК керек. Себебі неге ПК керек десеңіздер, ПК мен ыңғайлырақ, сондықтан ПК-мен түсіріп, ПК-мен ютубта видео салу деген өте қызықты. Енді мен толай ПК-ға көшіп кетпеймін, себебі ПК-мен ойнағаннан кейін МКП-ден де соткамен де ойнауы керек. Мен сөйтіп ойнайтын боламын. Достар, міне видеомыз соңғы мәреге жетті. Енді достар, мені қарап лайк басып отырған жандар, сіздерге көп рахмет. Енді достар, осы видеоға 25 лайк жинап тастайық. Сондықтан сол кезде мен ютуберлерге пародия деген керемет видео шығаратын болам. Достар, енді бұл жерде мен нубасит еттім, яғни бұл жерде мен сотка қатты, сондықтан қатты сынамай қойсаңыздар болады. Енді жақында Алла бұйырса соткам келе жатыр. Сондықтан мен сол соткамен түсіретін боламын. Әзірше мына соткамен түсіру өте қиын болып кетті. Сондықтан қатты сынамағандарыңызды сұраймын, достар. Сұраймын. Бұл жерде Руфинка деген қызбен, яғни ютубермен бірге шығып қалған болатынмын. И потом оны көріп чатта жазған болатынмын, ойнақ етек сөйтек деп. Ол өзі келісті. Сондықтан енді бұл жерде қатты нубасит етсем, ренжімеңіздер, достар. Енді достар, сіздермен болған мен Онтик, достар. Енді осы видеоға міндетті лайктарыңызды басыңыздар. Артындағы тіркелмесеңіздер, тіркеліп кетіңіздер, достар. Сіздермен болған мен Онтик. Сау болыңыздар. Пока-пока, чау.